Қайырлы күн, құрметті ағайын. Бүгінгі біздің руханияттағы рухани сұхбат бағдарламасының қонағы Жиделі Арық ауылының тұрғыны, темір тұлпарды бағындырған батыр қызымыз Әмирова Күлайхан Ержігіт қызы. Күлайхан, қош келдің біздің бүгінгі руханияттағы рухани сұхбатымызға. Өзің енді қыздардың ішіндегі кешегі социалистік еңбек ері Шыргүл Қазанбаева апамыздан кейін темір тұлпарды бағындырған батыр қызымыздың бірісің. Енді соншама еңбекті өзің балалы бола жүре, соны әрі қарай жаңағы темір тұлпарды бағындырып қаншама еңбек жасадың. Осы еңбек жолыңнан, өзіңнің өмір жолыңнан әңгімелессек деп отырмыз. 10 класста Ната Бекежанов атындағы мектепте бітірдім. 82 жылы. Сол жылы бізде 10 класс оқып жүргенімізде еңбек сабағында тракторды үйретті бізге. Серік ағайымыз. Содан соны бітірген кезде мамандық таңдау басталды. Содан мен ойладым, қой мен трактор айдаймын. Ауылда қалып деп, өзің қыласың ғой? Иә. Сөйтіп, Серік ағайға айттым, маған права беріңіз деп. Өйткені ол балдарға береді екен де, қыздарға бермейді екен. Содан жарайды деп, ол кісі маған права алып берді. Сол правамен өтініш жаздым. Колхозға келіп, мен ертең ауылда қалып трактор айдайын деп. Мінекей қайсарлық қайда жатыр? Иә, сонымен ата-анамен келістің бе? Келістім. Қарсы болған жоқ. Өйткені әкем сол ауылда трактор, комбайн айдайтын тұғын. Ержігіт аға? Иә. Сөйтіп, сонымен май айында оқуды бітірдім. Июнь айының 15 күні трактор келіп тұр деді. Барып алып келіп, жаңа ғой? Жаңа трактор, МТЗ 50 деген маркалы. Сонымен әкем үйретті ағай, қалай отандырып, қалай неға болған бәрін, май суын қалай деген бәрін әкем үйретті. Сонымен ағарай жұмыс істеп кеттім. Иә, жұмыс істедім, күннің атысы, күннің батысы болған. Қай бригадада жұмыс істедің? Нөмірі 4-ші Есенов Сағи ағайдың бригадасында жұмыс істедім. Сөйтіп, енді тракторым жаңа болғаннан кейін барлық тіркеме техниканың бәрін тіркедім енді. Көктемде күріш егетін болсақ, мысалға, селкі жегесің дейді, күріш себетін. Жарайды деп оны жектім. Одан кейін шөп басталады ғой, нені бітіргеннен кейін. Шөп басталған уақытта пресс комбайн жегесің дейді. Пресс комбайн жегіп, ол уақытта сол пресс комбайнмен шөп не қылдым жаңағы. Престен шөпті. Содан келеді дағыны, ойбай шөпті рулондау керек десе, ананы ағытып тастайын дағыны, шөптің жаңағы рулон деген тіркемесі болады, рулондайтын. Соны жеген дағыны рулондай береді. Енді барлық тіркемен не қылам енді. Тракторың жаңа дейді ғой, маған келеді. Келешкіде жегесін. Содан енді шөп тасымалдау керек дейді. Сол уақытта ананы ағытамдағын телешкімді жегіп, шөп тасымалдаймыз. Ол кезде жаңа коммунизм колхозына, Жидел Арықтың коммунизм колхозына тасымалдаймыз. Бөлімшесі еді ғой? Иә, бөлімшесі ғой. Жидел Арық, коммунизм колхозына. Сөйтіп, сонда коровникке тасимыз. Қыстай жаңағы малын азығын жинаймыз. Сондай тірліктердің барлығы. Содан оны тасып жүрген кезде күз келеді, жаңағы жүгеріні сенаждау керек. Әр неден жаңа бригадана не сұрап атыр деді, жаңа көмекке. Трактористер жаны сұрап атыр деген кезде мені телешкімнің несі бар тұғын жаңағы. Дополнительный борты бар да? Қосымша. Қосымша. Сенің сондайың бар, о телешкіммен деп мен жібереді оған тағы. Кете берем енді, қаяққа жіберсе сойға кете берем. Соны не қылып алып, сол нөмірі 2-ші бригадаға барасың дейді, Нартайдағы. Сойға барып, сенаж тасимыз. Жаңа Калияға. Калияға. Фамилиясын ұмытқанмын. Иә. Ержанов. Сол кісінің қарамағында барам. Сөйтіп,
сен аш тасимыз ояқта да. Сөйтіп қара күзде жаңағы неге келем, ауылға келем, ананы бітіріп. Сондай енді. Бала шаға бар екен. Жоқ, ол уақытта үйленген жоқ. Иә, ол 88 жылы үйлендім ғой. Оған дейінгі тірліктерім ғой енді. 82 жылы осы трактор айдауды бастадым. Иә, 88 жылы үйлендім. 88 жылы үйлендім. Сол оған дейінгі тірліктерім ғой, еннің барлығы енді. Сол енді. Одан ешқандай еңбегім бағаланды. Сол еңбегінің арқасында шетелдерді көрдім. Индияға барып деп естідім. Иә, Индияға сол тегі пючокқа мен бардым. Тағы қайғылыға. Сосын неге? Мәскеуге. Кубаға 16-шы фестивальға делегат болып бардым. Бұл кезде өзің комсомолсың. Иә, комсомолым 19 жасымда мені КПСС мүшесіне алды. КПСС мүшесіне алды, иә. Партия мүшесі. Иә, партия мүшесіне қабылдандым. Өзім 17 жасымнан бастап айтадым ғой. Иә. Сосын Паша Ангелина атындағы жүлдені жеңіп алдым. Иегері болды. Иә, ол уақытта былай болды. Біз жұмысымызда түскі обед ішіп отырғанбыз. Бізде жаңағы бригадиріміз Сағияға коммунизмге барып сол жақтан наряд алып келеді ғой. Не алып соның шофері Қалмағанбет деген кісі болатын, шофері. Сол келіп бидеп айтты, жаңа Паша Ангелина атында жүлдені аларда. Ойбай, конторға барсам, бүкіл жаңа бухгалтерлер қыз келіншектердің жаңа несін есептеп жатыр екен деді, эталон гектар деген болады екен, соны есептеп жатыр екен. Кімде кімнің эталон гектар сол межеге жетсе, сол Паша Ангелинадан жүлдеге ие болады екен деп айтып келді. Сол жерде бәрі енді тілеулес болып жатыр ғой. Біздің Күлайға жеңіп алса болған деді. Ол кезде менің жұмыс істегеніме бір 3 жылдан ғана асатын уақыт оған. Ой, болмаған қаяқтан дедім енді. Алдында бірақ облысқа, ауданға депутат болып жүргенмін ғой. Бірінші ауылдық депутат болдым. Одан кейін облыстың депутаты болдым. Сөйтіп, жаңағы сөйтіп айтты, енді бағым жанып, соны эталон гектар сол межеге жеткен. Бір күні ойбай, сен не жаңағы Москваға барып, жаңа жүлдені алатын болдым деді ғой енді. Мен ауылдан шықпағанмын, Қызылорданы көріп екем. 17 жасында не болды, бірден тракторға кіріп кеттім ғой. Жоқ, мен бармаймын, адасып кетемін деп қоямын. Сонымен Темір ағаны ертіп жіберді. Амиров Темір. Иә. Өзім ағам ғой, соны ертіп жіберді, сонымен барып, жүлдені алып қайттық. 85 жылы 8 мартқа қарай не қылды, шақырылды, соған бардық. Сөйтіп алып қайттық енді, сөйтіп Паша Ангелина. Кім берді ойықты? Ойықты жер. Голубой ойын сияқты ғой. Иә, сондай ғой енді. Қазақстан бойынша мен ғана ғой, бүкіл Қазақстаннан қыздардың атынан даңқын шығарып отыр. Менмін. Қалғандар барлығы әр ұлттан келген ғой, әр жақтан. Сол кездегі жүректегі қуаныш қалай болды? Енді менше көзге жас келді ме? Қатты қуанамын еш нәрсеге. Иә, ондай мінезім жоқ. Біреуге бір ағынан жарылып жас қуан. Мен өйтіп қуанамайын мен. Деймін да қоям болды. Сөйтіп, Алла сосын да бере береді ғой. Білмеймін енді, мен қатты бір қуанамайын ше ондай. Деймін да қоям енді. Сондай нем бар енді. Алдың оны? Иә, оны алдым. Елге келгеннен кейін күтіп алды? Иә, күтіп алды. Содан бір жылдан кейін, барғаннан кейін бізге айтты енді сол жерде. Барғаннан кейін сол атында сіздерге не береді деді. Именно трактор береді деді. Бағын инженерлеріне айтыңдар деді. Анаяқтан алып келгендер деді. Мынау Паша Ангелина. Арнайы соның атындағы трактор беріледі өздеріңе деді, сол колхоздарың деді. Әкелген нәрсенің бәрін сол инженерге көрсеттім, сөйтіп айтты дедім. Бірақ ол кісілер онша сенбеді. Қайдан деп қоя салды енді. Сөйтіп бір қызықты айтайын дегенім сол уақыттардағы. Содан бір жылдан кейін хат келді ғой маған Москвадан. Именно трактор берілді ма, алдым ба деген. Үйдің қасында жаңа Әбжәли деген көкем бар, соғыс ардагері. Сол кісіге алып бардым енді. Орысша жазылған ғой ол. Осындай хат келіп тұр маған деп. Содан ол кісі оқыды да, сен именно трактор алдың ба деді.
жоқ дедім, мынау соны алдым ба деп жазыпты ғой деді. Алған жоқпын деді. Онда алған жоқпын деп хат жазайық бұған деп, жаңа кісі орысшалап әдемілеп хат жазды. Жаңағы Әбжай дейді, Орман Әбжай дейді. Иә, көкеміз ғой, үйдің қасында. Иә, соның несі. Папасы ғой жаңағы, сол сардагері ғой. Сөйтіп жазды. Сол кісі жазды ғой. Иә, сол кісі жазды. Ана хат барысымен сразу біздің облыстың несінде жаңағы бүкіл техниканың бастығы орыс кісі екен. Соған звондаған ғой, соған дейін неге берілмейді деп. Содан ол кісі біздің Шиеліге келіп гостиницаға жатты. Сонымен инженер бар, менің әкемді мені шақыртты енді. Сораға жаңағы Паша Ангелинаның бюстісі бар, берген нелер мыналары бар. Соның барлығын алып бардық, көріп, сонымен инженерге ұрысты, неге бермедіңдер деп. Сонымен ол енді не де болса өзі неғып кетейін деп ойлапты жаңағы. Табыс етіп кетейін деген ғой. Сонымен біз қазақпыз ғой дереу жаңағы үйге шақырамыз тамаққа. Көкем шақырып жатыр ғой енді жаңағы кісіні үйге. Олай. Орыс кісі ғой. Орыс кісі ғой енді. Олай. Бірақ фамилиясы есіңізде жоқ, Дым есімде жоқ ешқайсысы. Орыс кісі айтты. Сосын айтты, ертең сағат 4-те барамын деді. Оны бері шығып. Жаңағы әкем айтады ғой. Ай, бұл жеріп бірден көне салды ғой. Қалай болды? Бүйтіп ет жемейме, маған құлып болса болды деп жаңағы кісі. Болды деп біз қазақпыз ғой. Енді біздің шешем өте қазанды кісі, мархабат. Шешем өте қазанды кісі. Содан етті де асып, палауында басқызып, дастарханды жасап, үстелдер тауып, жаңағы бәрін сөйтіп қойды. Содан күттік қой енді ол күні біз жұмыстан босатты ана кісі келеді дегеннен кейін. Сөйтсем ол кісі біз кетісімен, кешке нақтық қой енді. Кетісімен бүкіл облыстың несіне қай жерде трактор келіп тұр деп звондапты. Терекөзекте 2 трактор бар екен. Соның біреуін бірінші аптабызда КамАЗ жіберіп, 4-ке дейін жеткізіп бер деген ғой ана кісі. Сөйтіп сағат 4 болып қалды деп көшеге шығып қарап тұрсақ, КамАЗ үстінде трактор келе жатыр ғой. Ана кісі алдында келе жатыр машинамен. Сөйтіп артында көрсеңіз бүкіл жаңағы көшенің адамдар, ауылдың адамдары еріп келеді. Трактор қайға келе жатыр деп келе жатқан. Қызық қой ол кезде ондай трактор жоқ ол кезде. Бірінші рет болып тұр ғой енді. Сонымен тракторды түсіріп сөйтсек, май бәрін енді ше, тек оталдырып айдап кететін қып алып келеді екен. Түсіріп, содан өзімді мінгізіп, суретке түсірді ғой. Ол уақытта ше, ондай ештеңе жоқ. Нем жоқ ондай, суреттерім жоқ. Содан үйге кірген уақытта көршілеріміз шашу шашып, үлкен той болды енді, сөйтіп қызық болған. Ана кісі өзінің ұнатқан палауын жеді, етті жеді ма? Етті де әкеп жатырмыз ғой, енді бірінші шай мен палауын әкеп жатыр, артынан етін әкеп жатыр, бүкіл бәрі келді. Уәдеге берік кісі. Сол кісіні айтамын да, таң қалдық қой, өзі айтып кете салмай, өзі келіп табыстап кетті ғой. Табыстап, тапсырманы орындап, өзіңізге қолына кілтіңіз табыстағанның өзі қандай керемет. МТЗ-80 деген. МТЗ-80, ол 50 тонн. Бұрынғы 50 тонн, көк трактор, кейінгі сары ғой. Кішкентай тұғын ол кішілеу. Мынау жоқ, сары емес, көк трактор болды. Трактор ма? Біз сол кездерде газет беттерінде тракторге көп мінгеніңді көрсетіп, депутат, біздің темір тұлпарды бағындырған қыз деп. Суретімді сала салды деп бар. Сөйтіп, сондай қызықтар болды енді. Сөйтіп, табыстап, сөйтіп алдым енді. Сосын 20-8-ге делегат болдым. Комсомолдың 28-не делегат болдым. Ол кезде комсомолды кім басқарды? Әбілда Накипов па, Анафа Ақпанбетова, Зәури Мәлібекова. Аудандық комсомол комитетінің бірінші секретары болды. Ал енді сол кезде бір қиналған кезің болды ма? Мейлі ғой енді, жаңа болған күнде де мұздай темірді ұстау қыз балаға қаншалықты? Қиын енді әрине. Бір оқиғаны айтып берейін. Біз енді жаздай көзде енді ауылда не қыламыз, жұмысымыз енді сондай болады да, қысқа қарай бізде жұмыс бола бермейді. Біз коммунизм колхозына келіп наряд алып азанда, сорадан қайқа жібереді, сойға кетеміз. Бұл уақыттарда қыс қатты тұғын, аққар, көк мұз, суық. Сол кезде маған айтты, сырда мал бар ғой, колхоздың малы, соған
жем шөп апарасың дейді азанда. Сол гараждан келіп наряд аламыз. Сосын жарайды деп коровникке барып, жаңағы телешкеме жем басты, бос, үстіне пресс не қылды, жаңағы жинап, осыны апарып келесің деп қасына Патбек деген кісіні жаңағы не қылып жіберді, қосып жіберді. Азанда шығып кеттік, ондардың кезінде барып, бәрін түсіріп, беріп, үйге келем дегенше түнгі 10:30 болды ғой. Содан жаңа кісі мен бір өзімді жібере алмай тұр енді. Күн суық қой, боран. Жолда тайып кетуі мүмкін. Иә, анау олдан неме, неден қорқып тұр ол кісі. Трактор өшіп қалса әбішіп қаламын. Сөйтіп мен жібергісі келмей, осы жерде сенің жайғын апам бар емес па, сол үйге қона салсай деп жатыр. Мен ол әке шешемді ойлаттым. Мен айттым, жоқ, қайтсем де үйге баруым керек. Ешқандай қорықпаңыз, азанда земіне май құйып ағам деп қоям жаңағы. Литний майымды төгіп тастап, земіне май құйдым. Ешқандай қорықпаңыз. Мен әке шешем уайымда күтіп отырмын енді. Қазір сағат 10:30, ол кезде сағат тағып жүреміз ғой, уақытында сотқа жоқ деп айтып жатырмын ғой. Сонымен ол кісі айтты маған, бопты да еш жерге тоқтама, жолда біреу тоқтатса тоқтама деп жаңа әптен сөйтіп дайындап. Ол кезде бұндай не жоқ қой енді. Көлігі жоқ, бірең саран келе жатсам, енді ол уақытта 11 болып қанша еді, еңбекшінің жолында бүрсеңдеп бір түнгі бүрсеңдеп бір милиция тұр, қол көтерді. Енді қайтып өзі күн суық мінгізіп алдым жаңа кісіні. Сөйтіп бір кезде қайқа баратын едім деді маған. Жеделіге барам дедім. Даусымнан не қылмап, бетіме қарап. Ол қыз бала келсің ғой. Мені қорықпай қалай мінгізіп алдың дейді жаңағы. Мен неден қорқам? Сіз заңның адамысыз дедім оған. Деп күлді да қойды. Сөйтіп маған айтып, көшеде бағана біраз уақыт болды келгенмін, көлік болмай тоңып қалдым. Мен анау еңбекшінің арғы шетінде тұратын бір үй бар екен, сол үйді күйеу аласың деді. Бірақ енді бүйтіп бетіне қарап таныдым енді оны. Біздің көршіміз Зәтіл деген кісі болатын. Маржан. Сен Маржанның құда баласы емессің ба дедім оған. Ойла мені қайдан танисың дейді. Екеуміз енді жолда келе жатырмыз. Сіз сол үйге келетін, мен сізді сол үйден көретінмін дедім. Сонымен бопты деп содан апарып тастадым оны. Маған жолда тоқтама деген мына кісі. О кісіні тоңып қалды ғой деп оны апарып үйге келіп жүрген 11-ден өтіп кетті. Қыс қой. Келсем әке шешем шынымен жаңағы күтіп отыр екен. Шайын қайнатып, тамағын жылытып, ішіп жеп, содан олар да жаңағы не отыр екен. Уайымдаған. Қайқа кетті деген. Жоқ, келгенім жақсы болды, қонбай. Олар да тыныш ұйықтады. Содан айтайын дегенім жаңағы Патбек деген кісіге мен таң қалдым. Азанда ерте барамыз ғой енді. Ертесіне ерте барсам, ана кісі емпеңде маған келе жатыр да бүйтіп. Ойладым, ойбай, бүгін тағы барам ба? Неге деп жаңа. Кеше көрген енді жолдарын көрген. Бірақ енді ләз жоқ қой енді, тағы барасың десе барам ғой десем, сөйтсем ол кісі түнімен ұйықтай алмапты. Мен уайымда. Бекар жібердім ау деп жаңағы. Жолда сөйтсем 7:30-да келіп, қарасаңызшы сол уақыттағы кісілердің несін жаңағы мейірімділігін сондайларын бүйтеді. Азанда 7:30-да келіп отырдым дейді, осы жерге дейді. Ол кісінің жұмысы неде жаңағы коровникке бару керек қой, соған бармай. Жеделден қандай көлік келсе де, Күлайханның трактор жолда тұрып қалған жоқ па деп соны сұрайын. Әйтеуір жоқ десе, аман есен жетіпті ғой деп жұмысыма барайын деп отыр екен. Ол жұрттан бұрын өзім бардым ғой бірінші. Қуанып, мәз болып келе жатыр ол кісі. Сені түнімен уайымдап ұйықтай алмадым, жолда қалып қойды ма деп, аман есен жеттім ба? Соны мен таң қаламын. Өзіңнің ата-анаң сияқты уайымдап тұр ғой. Мен айтамын, сол кісілер қандай кісілер, өз баласы біліп, өзгенің баласын ойлап ұйықтай алмадым деп жатыр ғой. Ойбайдым да уайымдамаңыз деп жатырмын. Аман есен жеттім деп. Сонымен, бопты, сені көрдім аман екенді. Енді жұмысыма барайын деп, жаңа коровникке келіп барады. Ал қазір көрсең, қазіргі заманда енді телефоннан, телевизордан көріп отырасың. Ондай кісі жоқ. Мысалға, талай жоқ. Бірегей бар болса да бірегей. Сондай шығар енді. Үлкеннен де қорқатын, кішіден де не қылатын заманға қалды. Бірақ енді сол кісінің уайымдағанды жолда қалған кезің болды ма? Жоқ, ондай жолда қалған кезім болған емес. Жаңа трактор болғасын, ол да шығар. Енді осындай темір тұлпарды бағындырған қызға батырлық жасаған кім екен?
аламын деп. Енді әке шешемнің арқары бәрі. Жоқ, батыр, өзіңді бағындырған ерің кім екен деймін, қай жігіт деп жатқан ғой. Файзолла. Файзолла. Енді бір жағынан Сидан ағайды жақсы білеміз, мектептің директоры. Трактор рөлінде отырып жүріп, мектептің директорының келіні болу оңай болды ма? Оңай. Енді ол кісілер өте жақсы адамдар. Түскен жерім жақсы болды. Енем де, атам да жақсы кісілер болды. Ол үйге келгенде жаңағы таңғы қыс айында үйлендім ғой. Таңғы 5-те тұрып, от жағып, өзімнің міндетімді орындадым ол үйде де. Сөйтіп, бірақ битем ғой жаңында. Жаспыз ғой, ұйқымыз келеді. Бірақ ілаж жоқ, енді келін болып түскеннен кейін азанда ерте тұрып от жағамыз, соның үстіндегі шайнек қайнайды. Ол кезде газ дегенде кіргізбейді ғой. Не деді ол? Дәл мұндай жағдай жоқ қой. Жағдай жоқ. Сөйтіп жаңағы атама 6-дан 7-ге дейін асықпаққа шешеді ол кісі. 7:30-да мектепке шығып кетеді. Соны бетіп қоямын атама. Ол кезде мен келсем, барлығы алдында жаңағы үлкен кісілер болған ғой енді. Сөйтіп, апаларын жеңше, әкелерін аға деп кеткен екен. Мен де сол келдім. Ата әженің балдары болып, өз әкелерін атaya қалған ғой. Сөйтіп кеткен ғой. Соларға еріп мен де жаңағы атамды аға деп кеткенмін ғой. Бүйтіп қойып, шай ойып отырып азанда аға, сіз кештеу барсаңыз болмай ма деп қоямын. Сөйтем. Мен сол жердің басшысы болғаннан кейін мен 7:30-да қарамағымдағы адамдарды қабылдап отыруым керек дейді. Деп жаңағы сөйтетін 7:30-да мектепте мен отыруым керек. Сөйтіп отыратын атамыз. Өте жайлы, жақсы кісілер болды. Енем де, енді мен трактор айдағаннан кейін онша тамаққа қамырға шорқақ болдым ғой енді үйден енді. Қолым оңған, онша не қылады. Мархабат апа дайындап отырғаннан кейін дайынасына барып. Сөйтіп үйренгенмін ғой. Сол кезде жаңағы қамыр илеу не дегенді білмеймін. Содан әрбір ет асады жаңағы кісілер үйді. Сөйтеді, қамыр жайы білмей, бұндай готовый қамыр жоқ, әкеп салып береді. Сөйтіп, бүйтіп қойып, енеме етті асамда, бірақ айтамын, шындықты айтамын енді. Қамыр илеу білмеймін, өзіңіз илеп қоясыз деп жаңағы. Сөйтіп, етті асы көп ұнап, енеме айтамын ғой, сіз қамырды илеп қоя беріңіз деп. Содан бір күн ұялдым енді ана сөзімне. Енеме айттым, маған үйретіңізші деп. Содан үйретті, нанды да үйретті, нан илеп жағуды да. Сөйттік та, соның барлығын үйреніп меңгерді. Енді қазір қанша баланың анасы болып отырсыз? 5 баланың. 5 бала. Ол қыздың барлығы үлкейді. Ол, 4 қызым бар, егіздері соңы. Егіз соңы. Сөйтіп, олар 4-еуі үйленді. Жақында бердім бір қызды күйеуге, еңбекшіге. Енді тәттісі қалды ма? Ең кішкентайым бар, ол қорқықта оқыватыр, биыл бітіреді. Қыз ғой. Келін бар ма? Ең үлкенім ол, келінім бар. Немерелерім бар. Шүкір Аллаға, қазақта бала санын айтпай жатады, бірақ немерелер бар ғой. Бар ғой, Құдайға шүкір. Қызымнан ұлымнан 11 немерем бар қазір. Қандай тамаша. Енді Мархабат апаны айтып отырып, Ержігіт ағаның осы құдандалы боламыз ғой енді ауыл болғасын. Құдамыз әрі бір жағынан. Енді сол кісінің бір өлең шығарып, әрқайсысын құдағайларға арнап шығарып отыратын. Сол кісінің ойлайтын, ой, ақын жанды кісі, осы кісінің жаңағы ақындығы балаларына қонар ма екен деген ой болатын тұғын. Біздің келініміз Күлайшада шамал өлең айтатыны бар, өлең оқитыны бар. Ал енді қазір Ержан мен Бекжанды көрген кезде, қазір облыстағы ақынымыздың, бас ақынның бірі болып, керемет додаға түсіп, ақындар айтысына қатысып жүр. Бекжан мен Ержан мен Бекжанды білмейтін халық жоқ деп қояйық енді. Шынымен де ол кісілердің өткір сөзі, тапқырлығы бәрі, ол атадан келе жатқан, атаның қанымен, тектіліктен келе жатқан нәрсе ғой деп ойлаймын. Ал өзіңде қаншалықты сондай өнер бойыңда бар ма? Менде ондай өнер жоқ. Бәрі тракторге алып кеткен ғой. Енді тек қара жұмыс, енді оны тас қаптырып істеймін. Ал енді мынау Мархабат апаны айтып кетіп жатырмыз. Осы Мархабат ананың кезіндегі ұстаған, бүгін мен сұхбатқа мына қолшамды қойып отырмын. Бұл енді біздің өлкетану музейінің экспонаты.
жылдар бойы, ғасырлар бойы сақталып, ұрпақтан ұрпаққа кететін нәрсе. Осыны көргенде қандай ойда болдыңыз? Кішкентай кезіңізде осы шамның жарығымен кітап оқыдыңыз ба? Оқыдым. Ол уақыттарда бұндай не жоқ қой, жаңағы. Свет жоқ. Иә, свет жоқ, көбіне ұшып қала беретін. Мынау енді далаға алып шығатын шам. Малға неткен кезде. Бұдан кейін 7-ші шам, 10-шы шам деген пілігі бар. Оның ішін әдемілеп тазалап тұрып, газетпен сүртіп, кешке таман май құйып, бәрін дайындап жататынбыз. Көз алдыңа сағыныш келді ма осы кезеңнің? Анаңның? Ұмытпаймыз ғой енді. Осыны апарып, іліп қойып, өзімізде талай сиыр саудық қой. Іліп қойып, мал қораға барып, іліп қойып, талай сиырымыз саудық қой. Ұмытпаймыз ғой, есімізде. Өте анамызды, әке шешемізді, өзіміздің сонау қара шаңырағымызды еске түсіретін шам есебінде ойыңызға келіп отыр. Анаңыз бен атаңызды сағынасыз ғой, әкеңіз. Әрине. Сол сағынышыңыз басылсын деп, мен осындай бүгінгі майшамды әкеліп отырмын. Ал енді өнердің азаматтары қашанда өресі биік болады. Қазір жаңа айтып жатсыз ғой, Ержан, Бекжан деп, енді Ділназ деген сіңілім шығып жатыр. Ойбай, Ділназды естіп жатыр. Қандай керемет. Қорқытта өзі әйтпесе физика-математика факультетінде оқиды, бірақ сол ақындық қасиеті бар, қонған сіңіліме де қазір ол да жан-жаққа бар жүлделі орынға ие болып жатыр. Ділназ. Ділназды да естіп жатырмыз өте. Мынау ақындар бір үйден бір ғана ақын шығып жатады. Ал үш бірдей ақынның және әкеңізбен бірге төртінші ақынның бір отанда, бір шаңырақта жаңағы болуы, ол деген үлкен ғанибет. Ал өзіңіздің сол әкеңізден беріліп, балдарыңызға берілген өнері бар ма? Жоқ, жаңағы қызым ғана шамайды, ән айтады енді. Оның үші жақсы өнер. Төртінші балам ғой енді. Күлехан, өзің кітап оқисың ба? Кітап оқи бермеймін. Бірақ газет журналдарды аласыңдар, иә? Иә, аламыз. Оған көз жүгіртіп жаңалықты көріп отырасың. Бұрын көретін, қазір оны қарамаймын да, көзімде көрмейді онша. Бұрын жаңағы жұмыс істеп жүргенімде, трактор айдап жүргенде, күнде ашсам, өзім тұрам ғой. Любой газетті ашсам, өзім тұрам. Ол бір үлкен қуаныш. Қуана білуде бір ғажап, иә? Содан бір қызық болды, Алматыдан бір сосын күнде енді бір шамалы жарыққа шыға бастап, депутат болып шамалы жарыққа шыға бастағанымда тілшілер келе бастады үйге. Содан бір Алматыдан келдік деп бір екі тілші келді енді. Сұхбат алып кеттім, менен артынша Пионер журналына шыққан ғой бір бетіне. Содан бізге ол уақытта кешіп келетін газетші жедел арыққа. Бірінші Нартайға келеді, коммунизм қалыптасқан, қазір Нартай ғой енді. Содан азанда жұмысқа келе жатсам, қыста ғой, келе жатсам, гараждан шығып келе жатыр тракторист балдардан, Нартайдың нелері, трактористері. Сөйтсе барлығы жаңағы бетті жапсырып апты, тракторлеріне. Мен сөйлеттім. Мен келесем сигнал беріп өтеді, мен білмеймін, көрмеймін ғой. Мыналардың барлығы гараждан кімді жапсырып алып шығып келе жатыр демей, сурет тұр алдарында бәрінің, маған сигнал беріп мәз жаңағы. Бір кезде барып гаражға кірген кезде бәрі не қылып жатыр ғой жаңағы, құттықтап, сен Пионер журналына шығыпсың, бүгін деп кеше балдары оқитындар жыртып алып, бәрі маған көрсетпекші алып шығыпты бәрі. Сондай қызықтар болды. Қандай керемет, иә? Күлехан, енді балдарды өсіріп тәрбиелеп жатсың. Үнемі қолданатын балдарға бергендегі тәлім тәрбиедегі өзіңнің тағылымың, ұстанатын сөзің қандай? Мен тек былай айтамын, тәртіпті болыңдар, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп отырыңдар. Ешқандай өзім әке шешемнен үйренген тәрбием ғой, соны балдарыма бәрін үйретіп отырамын енді. Адал болыңдар, сабақты жақсы оқыңдар, үлкенге сөйлемеңдер, тәртіпті болыңдар, өтірік айтпау деген сияқты. Бейнетқор болыңдар, өзім сияқты. Ал өзім сияқты жолыңды қуған тракторға отырам дейтін балдарың жоқ па? Жоқ, менде бір ұл ғой. Вақтабы жұмыс істеймін, монтажник болып.
Жоқ, қыздарда бар ғой, өзің қыз болғасын айтып жатқан ғой. Қыздарым ондай жоқ. Ал жолдасың кім болып істейді? Иса Файзулла. Бұрын ол жаңағы шофер болған ғой, 3-ші бригадтың шофері болған, бригадирінің. Қазір КПда трактор айтайды. Екі трактористтің. Енді Күлайхан, мен ойлап отырмын да, осы жаңағы осындай мейірімді, осындай салмақты, сабырлы, қуанышты да сыртына көрсете білмейтін томаға тұйық өзіңдей анадан ашу шығады деп айта алмаймын. Болады ғой енді өмір болғасын. Бірақ тез ашуланасың ба? Енді ашуланатын жер болса ашуланады, бірақ тез басылады. Қайтым. Иә, қайтым. Айтады, мен сыртынан әңгіме айтпай жүрдім. Бетіне айтамын. Болды. Дұрыс емес жер, мынау дұрыс емес. Шынайылық. Енді мен қазірде келінім бар қолымда. Дұрыс емес жерін балаға айтпаймын. Оны ешкімге айтпаймын. Өзіне ғана мына жерің дұрыс емес деймін. Ол түсініп, ай, мамам неге бана жер дұрыс болмапты деп, ол түсініп. Мінекей қандай тәрбие. Ал енді өзің мектепте информатикадан сабақ береді. Айсұлу келінім. Өте жақсы, салмақты, көп сөйлемейді, ол да. Аман болсын, өзіне ұқсаған ғой. Өзі келін балай ененің топырағынан жаралады деген рас қой. Бәрімізбен қай тірлік болса да келісіп, үйде. Менің негізі тәрбием, әке шешемнен көрген тәрбием, бізде жасырын тірлік жоқ үйде. Барлығын ашық айтамыз. Сосын бір тірлік болатын болса, былай келісіммен. Енді дәл сол өзімнің семьямда да сондай қалыптасқан. Не тірлік болса да біз енді қазір үйімізде қыздардың бәрі сыртқа кетті. Өзімнің күйеуім бар, жолдасым, сосын жаңағы үлкен балам, келінім, мен төртеуміз ақылдасамыз. Не нәрсе болса. Былай. Ортақ мәмілеге. Біздің үйде жасырын әңгіме, жасырын нәрсе деген жоқ. Барлығын ақылмен ақылдасып. Бірігудің, бірлесудің арқасында ұйыған шаңырақ болып отырсыздар. Өзім әке шешемнен дарыған, ол қасиет. Бізде үйде сондаймыз ғой. Семьямда да сондай. Ал енді осы кезінде мынандай орындай алмай қалдым ау, әкеме бір осындай қызық көрсетуім керек еді деген ойдың түкпірінде жатқан бір өкініш бар ма? Жоқ, ондай өкінішім жоқ. Өкініш жоқ. Оның бәрі ақылдылыққа деп сияқты. Соның барлығын мен уақытысында әке шешеме біреуді ренжітіп тірі уақытысында жасадым. Бәрін жасадым. Өйткені ол кісілер маған қандай қызмет жасады, мен соны қайтардым. Өзіңді ренжітіп кешіре алмайтындай жағдай болды ма? Сол осы уақытқа дейін жүрегімде қалатындай ойпырмай осында кешіре алмаймын, енді не істеймін деген. Жоқ, менде ондай болмайды. Өйткені мен жаңағындай менше ол уақытында не қыламын артынан беру қайтырмын жылдам. Тазалыққа қалай қарайсыз, қаншалықты? Тазалыққа жақсы қараймын. Жақсы, ол жақсы. Енді биыл президентіміздің Таза Қазақстан дегенге қандай үлесіңіз бар? Ауылда өзіңнің қосқан үлесің. Енді неге субботникке шығамыз? Ондай бар ма? Енді дұрыс Таза Қазақстан деп жатырмыз. Тазалыққа балдарыңызды баулып жатсыз. Қазір кетіп бара жатып жолға пакетін тастай салады, жаңағы мусорларын тастай салады. Осындай нәрсеге тәлім тәрбие үйде беріп отырасың ғой? Иә. Мектеп система ғой өзім. Мектепте де сол тазалыққа жақсы. Ал енді біздің киелі мекен. Оның ішінде өмір айтып өтеміз, мақтанамыз біз. 42 социалистік еңбек бар. Сол аталарымыз, даналарымыздың арқасында біздің шиелінің киелігі шығар. Басқа аудандармен, басқа жерлермен салыстырғанда біздің шиелі қандай жетістікте деп ойлайсыз? Жақсы. Өте жоғары. Басқа аудандарға барасың ғой, мысалы құдалыққа салыстырғанда қандай? Ерекшелігі бар ма? Бар. Көп таза біздің үйлер. Жақсы, негізі. Көркейіп кеткен ғой біздің шиелі, бұрынғыдай емес. Жақсы қазір. Ауылда елді кім басқарып жатыр төрағалардан? Бізде жаңағы әкім бар? Жоқ, төраға. Әбілдәшев, Нұғман
Ерлан Нұғманұлы, иә? Шайзат. Иә. Ал төрағалардан? Төрағаны білмейді, танымайды екен. Жалпы көрші жатқан ағайындар. Елде, мысалы, араласып жатқан. Бірақ енді, мысалы, ауылда көше барлық жерде салынған, жарықтанған, иә, барлығы. Тағы не жетіспейді ауылда? Бізде осы жаңағы мемлекеттік садик болса дейміз ше. Жеке балабақша бар ма? Жеке бар. Бірақ енді жекеден гөрі біреу, жекеден гөрі мемлекеттік жақсы ғой. Балабақша болса деген ниетіміз бар енді. Айтамыз да кейде жиналыс не болған уақыттарда жеке сондай балабақша болса деп. Енді биылғы жылы жаңағы президентіміздің өзі жұмысшы мамандар жылы деп берді да. Осы жұмысшы мамандар жылында өзіңізді шақырып, осындай темір тұлпар бағындырған қызды марапатталдыңыз ба? Биылдыққа шақырылған жоқ. Биылдыққа? Биылдыққа шақырылған жоқ. Ал енді осы еңбегіңізді қай жерлерде, қандай газет журналдарда осы соңғы жылдары жарияладыңыз? Айтты ма, сұхбат алды ма? Жоқ. Неше жыл болды? Біраз жыл болды. Сәл ұмытып бара жатыр екенбіз-ау, иә? Жоқ. Сенің еңбегіңді ұмытып бара жатыр екенбіз-ау деп ойлап жатырмын да. Енді бізде темір тұлпар бағындырған қыздар бірегей. Еркінкүл Бердібекова, Нартай ауылынан, бұрынғы коммунизм ғой. Өзің Әмірова Күлайханды айтқан кезде осы Шыргүл апамның қасындағы соңынан ерген бір ізбасарлары ретінде көреміз өзіңді. Енді бүгінгі таңда өзіңмен сұхбаттаса отырып, сенің шынайылығың, еңбекке деген өзіңнің ерендігің, батырлығың, қайсарлығың осындай сені дәрежеге жеткізгенін көріп қуанып жатырмыз. Енді бүгінгі мына сұхбатты көріп отқан азаматтар өзіңнің еңбегіңнің осындай биіктікке жеткеніне шынайы көзқараспен қарап өздерінің бағасын береді ғой деп ойлаймын. Күлайхан, жалпы мынау өмір болғасын қыр-сыры болады, жаңағы қиындығы болады. Соның бәрін жеңіп осындай деңгейге жетіп отқаныңа мен қуанып отырмын. Бақыттанасыз ғой? Шүкір Аллаға дейміз, иә? Балдар бар, семья бар. Қарашаңыраққа барып тұрасыз ба? Нет, барамыз ғой. Ауылда ғой? Иә, ауылда. Сағынышымды басып қайтамын десеңізші. Иә. Ендеше бүгін өзіңмен сұхбат ала отырып, осы алтындай уақытыңды қиып осы жерге біраз әңгіме айтып жатсын, семьяңа, отбасыңа, өзіңе денсаулық тілеймін, бірлік тілеймін. Осы шаңырақтың ұйытқысын басқа шаңыраққа үлгі болатындай біз бүгін сұхбат жасадық деп ойлаймын. Әсіресе осы мынау соңғы кездері ажырасу көп болып кетіп жатыр да. Ал мына өзіңнің айтып отқан әңгімеңнен бірігу, ынтымақ, бір үйдегі ұйытқы мына тәрбиеден басталғанын байқап отырмыз. Сондықтан да өзіңе көптен көп рахмет айтамыз. Абырой биігінен көріне бер. Осы балдарының, ұл-қыздарының жақсылығын көріп, сол ұл-қыздарың биікке самғата берсін өзіңді. Бүгінгі келген сұхбатыңа, берген сұхбатыңа үлкен рахмет айтамыз. Ауыл болып, ел болып өзіңді сондай құрмет тұтамыз. Әлде де осы өзіңнің еңбегіңді әрі қарай балдарың жалғастыра берсін. Құрметті ағайын, бүгінгі сұхбатты жүргізген Құттықыз Шайыққызы, еңбектеріңіз құтты, азаматтарыңыз мықты болсын.